878-ші есеп. АОЦ бұрышы 111 градус. Бұрышқа ОБ сәулесі жүргізілген. Егер БОЦ 36 болса, градус болса, онда АОБ бұрышы неге тең? Енді транспортердің көмегімен сендер бұл АОЦ бұрышын салып көріңдер. Біз білетініміз бұл доғалы бұрыш болады, 90 градустан үлкен. Мына жерге АОЦ. АОЦ деп тұрғандықтан, мына жерде ортасы О нүктесінде болу керек. Өйткені О ортасындағы әріп. Бұл 111 градусқа тең дейді. Енді осы жерден бұрышқа ОБ сәулесі жүргізілген дейді. Жүргіз көрейік бір ОБ сәулесін. Ал Б бұрышы. ОБ сәулесі, одан басталып Б-ға қарай жүреді. Егер БОЦ 136 градус болса дейді, БОЦ, яғни мына жер 36 градус болса, сендер трансформатормен салған кезде мына бұрышты БОЦ-ны 36 градус болатындай қылып жүргізіңдер. ОБ сәулесін. Онда АОБ бұрышы неге тең? АОБ. Енді қарайық. Бізде қарап тұрсақ, мына АОЦ дегеніміз ол АОБ бұрышы қосылған БОЦ бұрышы, Сонда бұрыш АОЦ тең болады бұрыш АОБ қосылған БОЦ. Енді бұдан біздерге керек АОБ бұрышы бұл АОЦ бұрышынан БОЦ бұрышын азайтып тастағанға тең. Сонда орындарына қойып, АОБ бұрышы бізде 111 градус азайтылған 36 градусқа тең болады. Яғни бұл жағдайда 75 градусқа тең болады екен.